Баршаңызға сәлем, сіздермен Арайлым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді үлкендер де балалар да сүйсініп жейтін әрі асқазанға өте жеңіл болатын тефтели суптың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Ешқандай зиянсыз, өте пайдалы тағам әзірлейміз. Барлық қажетті заттарымызды алдын ала осылай кесіп, турап дайындап аламыз. Мен барлығын описанияда қалдырамын. Мен 2 құйрық май мен жылқының майын араластырып алдым. Құйрық май көбірек, жылқының майын азырақ алдым. Міндетті түрде солай алып жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Алдын ала барлығын турап дайындап, қазанымызға осылай құйрығымызды салып, шыжғырып аламыз. Құйрықпен менде жылқының майы. Міндетті түрде осындай маймен жасап көруге кеңес беремін, бірақ егер де осындай май болмаса, сұйық маймен алмастыруға болады, бірақ ерекше дәмді болу үшін осындай майларды қолдансаңыз болады. Майлардың майдаларын алып тастамасаңыз да болады. Егер сіз үйдегілер ұнататын болса, майдағып турап жеріп, барлығын қалдырсаңыз болады. Мен осылай үлкендерін алып тастап, үстіне пиязымды салып, жақсылап қуырып алдым. Пияз сарғыштау түске еніп, қызарғаннан кейін үстінен қызанағымызды тастап, тағы да 1-2 минут шамасында қуырып аламыз. Үстінен томат пастасын салуға болады, міндетті емес, қаламұшша салмасаңыз да болады. Қызанақ пен томат пастасы бізге тамағымызға ерекше түс береді, сол себепті мен екеуін де қолданамын. Қаламұшша өзгертуге болады. Үстінен осылай сәбізімізді тастап, 1-2 минут шамасында жақсылап қуырып, үстінен сарымсағымызды тастаймыз. Сарымсағымызды да 1 минут шамасында шамалы қуырып аламыз. Үстінен картопымызды тастап, тағы да қуырып аламыз. Достар, қазақша контенттегі видеоның дамуына үлес қосу үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Аптасына 2 рет жаңа рецептермен бөлісіп отырамын. Міндетті түрде жазылып алыңыз. Осылай үстінен суымызды құйып, үстінен тұзымызды саламыз. Мен 1 ас қасық тұз салдым. Бетін жауып, қайнағанша күтеміз. Сорпамыз осылай қайнап шыққаннан кейін бетін ашып, бетіндегі көбіктерін шетіне шығарып, міндетті түрде тек көбігін алу керек, себебі көбікпен қосылып май алынып кетпеу керек. Осылай шетіне ақырын шығарып, тек қана көбігін алып тастау керек. Сорпамыздың бетін жабыңқырап 15-20 минут арасында қайнатамыз. Әзірге сорпа қайнап жатқан кезде осылай фаршымызды, күрішімізді, пиязымызды және де аскөктен петрушка мен укроптан шамалы қосып жібердім. Және дәміне қарай тұз, қара бұрыш, мен паприкада қостым. Қалауынша дәмдеуіштерді өзгертіп қоса беруге болады. Осылай ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Мен пиязды осылай майдалап турап алдым. Қалауынша блендердан, теркадан өткізіп салсаңыз болады. Күрішімізді саламыз, қара бұрышымызды, тұзымызды және паприканы салып, жақсылап үстінен тағы да майдалап туралынған аскөктерімізді саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Фарштарымызға осылай алдын ала суымызды дайындап, қолымызды шамалы сулап жіберіп, осылай дөңгелек формада тефтелилер жасаймыз. Міндетті түрде осылай қаттырақ ұрғылап жасаңыз, сол кезде сіздің фаршыңыз сорпада шашылып, жайылып кетпейтін болады. Барлығын осындай дөңгелек етіп, бір пішінде жасап аламыз. Осылай жасап дайындалған тефтелилерімізді қайнап жатқан сорпамыздың үстінен бір-бірлеп тастайтын боламыз. Барлығын осылай салып аламыз. Үстінен қалауынша дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Мен лаваш жапырағын және шамалы базилик қостым. Жақсылап бір шамалы араластырып, бетін жауып, кішкене шетін ашық қалдырып, осылай жақсы жай отта қайнайтын болып тұру керек. 15-20 минут арасында қайнатып аламыз. 15-20 минут шамасында біздің тамағымыз дайын болады. Осылай әдемі тефтели болып шығады. Міндетті түрде осылай сәндеп, әдемі етіп ұсыныңыз және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Егер видео ұнаса, осы рецептпен жасап көрсеңіз, міндетті түрде комментарияға жазып қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды. Баршаңызға рахмет.